Сәлеметсіздер ме? Мен себепті нүкте сауықтыру орталығы туралы кішкене ақпарат бергім келіп тұр. Себебі осы орталықта мен кәдімгі 12 күнде ем алдым. Сол емнің нәтижесі жақсы болғандықтан өзімнің алған нәтижемнің қорытындысы бойынша бөліскім келіп отыр. Негізі 2017 жылдан бері дәрігерлердің емделуінде болдым, бірақ омырауда массопатия деген диагноз қойылған. Енді қазір одан кейін ота жасалды, отадан кейін де ол қайтадан шықты. Соныменен күнде дәрі ішу, осындай жағдайменен қазір қанша дәрі ішсем де ешқандай да нәтиже болмаған. Енді осы орталықтың бар екенін естіп, осыдан ем алып жатқан қаншама адамдардың пікірлерін естіп, осы орталыққа келіп ем алуды шештім. Қазіргі емді алып жүрмін, бірақ 12 күнде ем алдым. Емнің қорытындысы бойынша алған нәтижесі енді өте керемет болды. Өткен себебі ем алғаннан кейін 2 күннен кейін-ақ нәтиже беріп бастады. Өткен бұрын енді омырауым өте қатты, қол ұстатпайтын еді. Қазір массаж жасағанда да ауырмайтын болды. Кәдімгідей сезесің, ауырғанның басылып келе жатқанын. Одан кейін барлық уақытта шаршап, сондай бір шаршаңқы күйде жүретінмін. Соның бәрі қазір кетті. Одан кейін менде барлық уақытта басым ауырып жүретін. Енді ол өте керемет болды. Өйткені басымның ауырғанына ем алғаннан кейін де бір аптадан кейін тағы қаттырақ ауырды. Одан кейін өзінен өзі мінекей басылды. Осындай әдемі қуанышты сәттерімді сіздермен бөлісіп отырмын. Себепті нүкте сауықтыру орталығының жүргізіп отырған Тұрсынай ханым, сізге алғысым шексіз. Жұмысыңыз жемісті бола берсін. Болашақта әлі көркейе беріңіз. Адамдардың алғысына бөлене беріңіз. Енді мен сізге клиенттарың көп болсын демеймін, бірақ алған келген адамдардың барлығы сізден қуанып, сөйтіп шыға беруіне тілектеспін. Өте керемет болды. Одан кейін маған массаж жасаған негізгі қыз, сол жердегі Құралай ханымға да алғысым шексіз. Өте керемет, қарапайым, сөйлегені, өзін-өзі ұстағаны, мәдениеттілігі маған қатты ұнады. Орталықтың негізгі ұжымының барлығына да алғысым шексіз. Жұмыстарың жемісті болсын. Наурызда ақ мол болсын, шаңырақтарында береке болсын. Дендеріңіз сау болсын.